армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң. Керемет, тамаша. 3 күн бойына таңда осылай далаға шыға алмай қалдым уақыттың аздығынан. Қазір келіп тыныс алу техникасын жасап, мына керемет теңіздің қасында жүгіріп, жүріп, көңіл күйімді көтеріп, энергиямды көтеріп алдым. Бұл мен үшін мереке. Және біз көңіл күйімізді тек қана сырттан емес, оны ішімізбен де сезінген кезде, ойымызбен, эмоциямыз, тәніміз бірлескен кезде, біз барлық өмірдің жан-жақты тұстарымен де бірлеседі екенбіз. 100% өмірді сезініп, жақсы өмір сүре алады екенбіз. Мысалға, біз айтып жатырмыз да, не айтып жатырсақ та, ол біздің ойымызға, миымызға, мидың қатпарларына жазылып жатыр. Мысалға, мен күннен күнге көңіл күйім керемет деп айтып отырған кезде, ол менің миыма жазылып жатыр. Егер сіз негативті айтып жүретін болсаңыз, ол сіздің миыңызға жазылып, сіздің өміріңіз сондай болып кетеді. Сондықтан да негативке жоламаймыз. Қазір мен есіме түсіп отыр, ұстазымыз және 6 қыз болып біз гипнотерапияны оқыған кезде бізге тапсырма берілді. Бір тақырыпты алып, келіп, шығып, түсіндіріп айту. Және соны бәріміз талқылау. Осы кезде 3 аны Гүлбақыт ханымға түсті, Базира ханымға 4 түсті. Екеуінің тақырыптары бірдей. Сол кезде Базира ханым екеуміздің тақырыбымыз бірдей, мен түсіндіре салайын деді. Мен айтам, қыздар олай болмайды. Әр адам қайталаған сайын, өзі айтқан сайын, түсіндірген сайын, ол ең бірінші өзі үшін айтып жатыр. Ол өзінің миының қатпарларына өздері жазылып жатыр. Міне, осындай талқылау маған ұнайды кетті. Бірігіп талқылау көбіне енді қыздарды басқара алмай қалатын едім. Бірақ осылай бірігіп талқылаған өзіміз үшін ол ең бірінші. Содан кейін барып басқа жандар үшін, халқымыз үшін. 27 қараша Джо Диспензадан оязы. Өмірді сүріңіз, қалаған болашағыңыз болып қойғандай. Ой, мен эмоцияны басқарған жасампаз жан. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін.